Нуклеин қышқылдары мономерлері нуклеотид болып табылатын биологиялық полимерлер. Оларға ДНК және РНК-ны жатқызамыз. ДНК-ға толығырақ тоқталатын болсақ, ДНК спираль тәрізді қос тізбектен тұратын макромолекула. Оның мономері жоғарыда айтқандай нуклеотидтер болып табылады. Құрылымына тоқталу үшін тізбектегі бір нуклеотид жұбына назар аударайық. Сызбадағы емес, формула бойынша айналдыратын болсақ, әрбір нуклеотид фосфор қышқылы қалдығынан, көмірсудан және азотты негізден тұрады. Көмірсулар пентоза түрінде болады, яғни рибоза қанты РНК-да, ал біз қарастырып жатырған ДНК-да дезоксирибоза қанты болып табылады. Фосфор қышқылының қалдығы қанттағы 5-ші көміртегі атомындағы гидроксилмен күрделі эфирлік байланыс түзеді. Ұзын тізбек құрылу үшін келесі нуклеотидтегі фосфор қышқылы қалдығы жоғарыдағы нуклеотид қантының 3-ші көміртегінде гидроксилмен 2-ші күрделі эфир байланысын түзілуі болады. Бұл байланыс фосфодиэфирлік байланыс деп аталады. Сонымен қатар, әрбір пентозаның 1-ші көміртегі атомынан азотты негіз байланысады. Гетероциклдердің құрылымы бойынша азотты негіздер екі топқа бөлінеді. Пуриндік негіздер аденин және гуанин. Екі пуринде барлық нуклеин қышқылдарында болады. Пиримидинді негіздер тимин, цитозин және урацил. Урацил мен цитозин РНК-да, ал біздің ДНК-да тимин мен цитозин болады. Комплементарлы принципі. Әртүрлі ағзалардың ДНК-дағы азотты негіздердің құрамын талдай отырып, Эрвин Чаргав кейін Чаргав ережелері деп аталатын белгілі бір заңдылықтарды ашты. Адениннің саны әрқашан тиминнің санына, ал гуаниннің саны әрқашан цитозиннің санына тең. Пуринді негіздердің саны пиримидинді негіздердің санына тең. ДНК молекуласындағы нуклеотидтердің саны 100%-ға тең. Негіз жұптары негіздер арасында сутек байланыстардың түзілуі арқылы байланысады. Аденин мен тиминнің арасында 2 сутектік байланыс, гуанин және цитозин арасында 3 сутектік байланыс болады. Бүгінгі ДНК тақырыбын бекіту үшін келесі суреттерге назар аударыңыз. Дәптеріңізге конспект түрінде түсіріп алсаңыз да болады. Өз бетімен ДНК бойынша теориялық ақпаратты қолдана отырып, 3 есепті шығарып көріңіз. Әрбір есептен кейін паузаға қойып, кейін жауабымен салыстырыңыз. Құрметті оқушылар, ұсыныстарыңыз болса, менің жеке парақшама жазып, кеңес берулеріңізге болады.